Сәлеметсіздер ме әпкелер? Мен тұрмыстамын, бір балам бар. Менің сіздерден ақыл-кеңес сұрағым келіп отыр. Біз жолдасым екеуміздің арамыз жақсы емес. Көп ұрысамыз, көп ренжітеді, қол көтереді, жаман балағат сөздер айтады. Бір айтқанда мені адам ретінде көрмейді, мінезі түсініксіз. Мен шынымды айтсам, қатты көңілім қалды, кейде жанына жатпаймын. Өзі жалқау, айтқаны өтірік, мінін айтсан бітті, ренжіп шығады. Қол көтереді, өлтірем дейді. Енді не істесем екен, миым қатып кетті. Осындай сыйламайтын еркекпен шыдап өмір сүру керек па? Әлде төркініме кетіп қалсам ба екен? Сіздердің араларыңызда осындай жағдайға түсінгендеріңіз бар ма? Қалай шешімін тапсам екен?